Қайырлы күн, пайдалы кеңестер арнасының оқырмандары. Егер сіздің аяқ-қолыңыз үнемі мұздай болып жүрсе, онда осы видеоны міндетті түрде соңына дейін көруге кеңес беремін. Үнемі аяқ-қолы мұздап жүретін достарыңызбен бөлісе отырыңыз, олар да біліп жүрсін. Ал сізде бұндай жағдай болады ма, комментарийге жаза кетіңіз. Аяқ-қолдың үнемі мұздай болып жүруі көптеген адамдарда кездесетін жағдай. Ол денсаулыққа қатысты мәселелерді білдіруі мүмкін. Әдетте аяқ-қолдың мұздауы қан айналымының бұзылуынан, жүйке жүйесінің бұзылуынан немесе басқа да себептерден болуы мүмкін. Мұндай жағдайдың себебін анықтау үшін дәрігермен кеңескен жөн. Бірақ оның бірнеше жалпы себебі мен оны емдеудің жолдары бар. Аяқ-қолдың үнемі мұздай болу себептері. 1. Қан айналымының нашарлауы. Қан айналымының бұзылуы аяқ-қолдардың үнемі суық болуына келетін ең жиі кездесетін себептердің бірі. Егер қан дұрыс айналмаса, дененің шеткі бөліктеріне, аяқ, қол жеткілікті жылу мен оттегі жетпейді. Бұл әсіресе гипотония, төмен қан қысымы, артериялардың тарылуы, атеросклероз, қант диабеті кезінде жиі кездеседі. 2. Жүйке жүйесінің бұзылуы. Невропатия немесе жүйке жүйесінің басқа бұзылыстары, мысалы, диабеттік невропатия қан тамырларына әсер етіп, аяқ-қолдардың суытуына себеп болуы мүмкін. Бұл жағдайда жүйке аяқ-қолдарға жылуды жеткізуге жауапты болады, бірақ оның қызметі бұзылғанда салқындық сезімі пайда болады. 3. Гормондық өзгерістер, қалқанша безінің қызметінің бұзылуы, гипотиреоз, немесе басқа да гормондық өзгерістер салдарынан ағза жылуды дұрыс реттей алмайды. Бұл да аяқ-қолдың мұздауының бір себебі болуы мүмкін. 4. Тері және майлы қабаттың жұқаруы. Ағзадағы майлы қабаттың немесе тердің жұқаруы да жылуды сақтау қабілетіне әсер етеді. Бұл аяқ-қолдардың суытуына әкелуі мүмкін. 5. Стресс және психологиялық факторлар. Стресс пен қатты алаңдаушылық ағзаның қан тамырларын тарылтып, қанның ағымын баяулатады. Бұл аяқ-қолдардың суытып, мұздай болуына әкелуі мүмкін. 6. Суыққа сезімталдық. Кейбір адамдардың ағзасы табиғи түрде суыққа сезімтал келеді. Бұл жағдайда олар суық ауада немесе ұзақ уақыт тұрып қалған кезде аяқ-қолдары тез суиды. 7. Қанның ұюы. Қан ұюының бұзылуы немесе тромбофлебит сияқты жағдайлар аяқ-қолдардың мұздауының себебі болуы мүмкін. Аяқ-қолдың суып кетуін қалай емдеуге болады? 1. Қан айналымын жақсарту. Жаттығулар қан айналымын жақсарту үшін күнделікті қозғалыс пен физикалық белсенділік маңызды. Бұл үшін жаяу жүру, жеңіл жаттығулар немесе йога жасау пайдалы. Массаж. Аяқ-қолдарды жеңіл массаж жасау қан айналымын жақсартады. Ыстық суға салу. Аяқ-қолды жылы суға салып, бірнеше минут ұстау қан айналымын жақсартады. Қысқыш киімдер мен аяқ киімдер. Қыс мезгілінде жылы киім мен аяқ киім кию керек. Аяқ киім мен қолғаптар қанның айналуына кедергі келтірмейтіндей болуы керек. 2. Температураны реттеу. Табиғи жылулықты сақтау, суық бөлмелерде ұзақ уақыт болмауға тырысыңыз. Қажет болса, жылытқыш немесе жылы көрпені пайдаланыңыз. Ыстық сусындар, шай, шұбат, сүт ішкен кезде ағзаңыз жылынады және қан айналымы жақсарады. 3. Дұрыс тамақтану. Қан айналымын жақсарту үшін темірге бай тағамдарды, С витамині мен омега-3 май қышқылдарын көп тұтыну керек. Мысалы, ет, балық, жасыл көкөністер, жаңғақтар, тұқымдар. Жылы тағамдар мен ыстық сорпалар қан айналымын жақсартуға көмектеседі. 4. Гормондық теңгерімді қалпына келтіру. Егер гормондық бұзылыстар, мысалы, гипотиреоз, себеп болып жатса, эндокринолог дәрігердің кеңесін алу қажет. Ол қажет болған жағдайда гормондық терапия тағайындауы мүмкін. 5. Стрессті басқару. Стресс деңгейін төмендету үшін релаксация әдістерін, мысалы, медитация немесе терең тыныс алу жаттығуларын қолдану пайдалы. 6. Дәрігерге қаралу. Егер аяқ-қолдың үнемі мұздай болуы басқа белгілермен, жүйке ауруы, артериялардың тарылуы, қант диабеті, гипотиреоз және
қатар жүрсе, дәрігерге қаралып, тексеруден өту керек. Қан айналымын жақсартуға арналған дәрілер мен қоспалар, мысалы, пентоксифилин немесе аспирин, дәрігердің нұсқауымен қабылдануы мүмкін. Видео пайдалы болса, лайк басып тіркеле кетіңіздер, алдағы уақытта тағы да пайдалы кеңестермен бөлісетін боламын.